Сәлеметсіздер ме достар, бүгін сіздермен үй жағдайында дайындалатын өте дәмді әрі хош иісті лағман рецептімен бөлісетін боламын. Қамыры қолмен созылатын, салмасы қою, нағыз үйдің лағманы. Егер сізде осындай дәмді ас дайындағыңыз келсе, видеоның соңына дейін көріңіз. Алдымен суға тұз салып, жақсылап араластырамыз. Үстінен бір жұмыртқа қосып, біртіндеп ұн салып, қаттылау қамыр илейміз. Қамырдың қатты болуы маңызды. Лағмандарыңыздың жақсы шыққанын қаласаңыз, қамырды қатты етіп илейтін болыңыз. Сонда лағмандарыңыз жақсы шығатын болады. Тыңған қамырдың бетін жауып, 10 минутқа тындыруға қоямыз. Қамырды осылайша 3-4 рет қайталап, бетін пакетпен жауып қоятын боламыз. Қамырды илеген кезде оның қаттырақ болуы өте маңызды. Жұмсақ қамыр болмайды. Дәл осындай қатты қамырдан ғана жақсы созылатын, үзілмейтін лағман лапшасы шығады. Қамыр тыңғанша лағманның салмасын дайындап аламыз. Алдымен пиязды 4 бұрышты етіп турап аламыз. Одан кейін етімізді осылай 4 бұрышты етіп турап алатын боламыз. Сосын сәбізді барлығын осылайша 4 бұрышты етіп турап аламыз. Және болгар бұрышында осылайша турап алатын боламыз. Сосын картопымызды тураймыз. Салмасын өз қалауларыңызша жасасаңыздар болады. Менде көп адам жасайтын болғандықтан осылайша картопты көп етіп турап алдым. Кейін енді қызған қазанымызға өсімдік майын құйып, алдымен пиязды қызарғанша қуырып алатын боламыз. Сосын етімізді салып, жақсылап араластырып қуырып алатын боламыз. Ет қуырыла бастағанда сәбізді қосып, үстінен болгар бұрышын салып қуырамыз. Кейін картопты барлығын жақсылап араластырып, үстінен дәмдеуіштерімізді қосамыз. Томат пастасын саламыз. Осылайша суымызды құйып, орташа отта қайнатуға қоятын боламыз. Енді салмасы дайын болғанша қамырға қайта ораламыз. Қамырды майлап жайып алатын боламыз. Орташа қалыңдықта жаятын боламыз. Осылайша жайып болған соң бөліктерге бөлетін боламыз. Видеода көрсетілгендей етіп кесіп алатын боламыз. Барлық қамырларымызды осылайша бөліктерге кесіп аламыз. Сосын қамырымызды созғылап қоятын боламыз. Осылайша барлық қамырды кішкене созып тындыруға қоятын боламыз. Үстінен өсімдік майын майлап, бетін жауып, тындыруға 10 минутқа қойып қоямыз. Тыңған қамырды видеодағыдай созып алатын боламыз. Барлық қамырды осылайша майланған қамырларымыздың барлығын осылайша созып аламыз. Енді созып болған қамырларымызды ыдыстың ішін майлап, қамырды айналдыра шығамыз. Айналдыра орап шығамыз. Осылайша барлығын осылай орап, ыдысқа тындыруға қоямыз. Бетін майлаймыз. Міндетті түрде бетіне май жағуымыз керек. Енді тыңған қамырларымызды осылай қайтадан видеодағыдай етіп созып аламыз. Бұл кезде қамырдың созылуы оңай болады. Осылай созып, ұрғылап қайнап тұрған суымызға салып, шанышқымен араластырып, қақпағын жауып 4-5 минутқа пісіріп аламыз. Ыдыстың ішіне қайнаған суымызға міндетті түрде тұз салуымыз керек. Қамырымыз піскен соң осылай сүзіп алып, салқын суға саламыз. Содан кейін үстіне аздап өсімдік майын құйып араластырамыз. Дайын лапшаның үстіне осындай ыстық салмасын құйып, үстіне укроп сеуіп ұсынамыз. Міне үй жағдайында дайындалған дәмді лағман дайын. Видео ұнаса тіркеліп қолдап кетсеңіздер. Рахмет.